Емдік үшін арақ ішіп тозаққа түскен кісінің хикаясы. Фадл бин Хият өлім төсегінде жатқан бір шәкіртіне келеді. Оған «Ла илаха иллаллах» сөзін айтқызу үшін қасында шахада калимасын, куәлік сөзін қайталап тұрады. Бірақ оның тілі калимаға келмейді. Фадил шахаданы бірнеше рет қайталап айтады. Сонда шәкірті: «Мен бұны айта алмаймын, әрі одан аулақпын» дейді. Оны естіген Фадылдың қайғысы артып үйіне кері қайтады. Бірнеше күннен кейін ол түсіне шәкіртінің тозақ отына сүйретіліп кіріп бара жатқанын көреді. Сол сәтте одан: «Ей байғұс, ақиқатты айтуыңа не кедергі болды?» деп сұрайды. Шәкірті: «Уа ұстазым, мен науқастанып ауырып қалған едім. Сосын кейбір дәрігерлерге барғанымда, ол маған жыл сайын бір шынымен шарап ішіп тұр. Егер ішпесең, дертіңнен айықпайсың» деді. Одан кейін емделу мақсатында жыл сайын арақты іштім деген екен. Емдік мақсатында арақ ішкеннің жағдайы осы болса, онда жай ішкеннің күйі не болмақ? Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, расында Алла тағала харам етілген нәрселерді үмметіме шипа етпеді деп айтқанын қаперге алайық.